Сәлем қыздар. Біздің күнделікті кір жуып жүрген кір сабынның денсаулығымызға тигізер пайдасының мол екенін білесіздер ме? Ендеше, бірінші пайдасы, қолыңызға тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда, оны инемен тескілеп жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар кір сабынмен жууға кеңес береді. Тек шашты шайғанда сірке суын қосып жіберіңіз. Оған қоса, таз ауруына шалдыққанда дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Егер кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып, денеңіз сергіп қалады. Сулы бетірамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Іріңдеген жараларға кір сабынды үккіштен өткізіп, табаға ені 1 сантиметр етіп жайлап салсаңыз, үстінен сабынның көлемінен 2 есе артатындай етіп сүт құйып әбден қайнатсаңыз, 1,5 сағат бойы қайнатасыз. Суыған соң қоспаны жұқалап, қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз жетіп жатыр. 3 күн қойсаңыз жара жазылып кетеді. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз. Ол көгеруден сақтайды. Егер адамдар қырынғаннан кейін тітіргенсе, дереу кір сабын жағып қойсын. Ал енді құрметті менің көрермендерім, осындай басқа да пайдалы кеңестерді білгілеріңіз келсе, онда менің осы YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Егер де ұнаса, лайк басыңыздар. Сіздер кір сабынды қалай қолданатындарыңыз туралы комментарий жаза кетіңіз. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.